21 күнде тәттіден, ұн және сүтті тағамдардан бас тартып едім. Өз нәпсіммен осындай күрес болатынын ойламаппын. Басында мен барлық тағамдардан бас тартуым керек қой деп ойладым. Қандай тағам жасайтынын білмедім. Сосын ChatGPT-мен ақылдасып, бірінші 2 аптаға ас мәзірін дайындап, тамақ жасауды үйрене бастадым. Тамақ жасауды көп ұнатпайтын адаммын. Кішкене қиын болды. Қарным ашса самса алып жейтін адам болғандықтан, өзім амал жоқ өмірімде жемеген кабачок, тыква деген түрлі тағам жасауды үйрендім. Сосын нанды жарты жылда көп жеп кеттім. Ыстық таба нанды маймен жегенді жақсы көретін мен Италияға қалатыным енді белгілі ғой. Сол себепті ақырын наннан да бас тарттым. Басында нанды күрішпен алмастыруды шештім. Бірнеше күнде солай үйреніп кеттім. Әрі қарай цитрус жеуге, крахмал кездесетін тағамдардан да бас тарту керек болды. Олардың орнына сәбізден, қияр мен томаттан жасалатын салаттармен қоректендім. Енді ең басты жетістігім кофеден бас тарту. Не болса да кофеден бас тартамын деп ойламадым. Таңертеңгі асым сүт қосылған кофеден басталатын. Оны қойып кеттім. Ашты шайды де ішуге болмады. Оның орнына қайнаған суды ыстық кәдімгі түрінде іштім. Жалпы суды өзім күніне 1,5 литр ішетін адаммын. 2,5 литр су ішетін болдым. Бастысы алма, банан сияқты жемістерді 4-5-ке дейін жедім. Себебі 4-тен кейін олар фруктозаға айналады. Ал ол қант. Солай осы ай өзімнің нәпсімен күрес болды. Мен бұған эксперимент ретінде қарадым. 21 күнде жаңа habit қалыптасатын болғандықтан өзіме нәтижелер қызық болды. Осындай мақсат қойғаным кәдімгідей көмектесті. Нәтижесінде 2 аптада 5 килограммға арылдым. Талиямнан бірнеше сантиметр кетті. Бұрын вздутие проблема болатын. Ішім кәдімгідей кетті. Ұйқым қалпына келді. Бұрын шаршап тұратын мен жеңіл тұратын болдым. Энергиям кәдімгідей артты және көңіліме тиетін нәрселерге жайбарақат қарай бастадым. Егер пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Осындай экспериментті өздеріңізде жасап көріңіз.